Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар, қайырлы таң бәрлеріңізге. Міне, күнделікті қаздарымызды суға шығарып, жайылымға шығарып, міне қойы бердік. Рахаттанып, жайылып, суға түсіп, үлкен қаздарың әне өз алдында жол бастап бара жатыр. Міне балапан қаздар, ең артында келген балапандар мынау шығарған инкубатордан. Өз алдында ақтар бір бөлек. Ал алдында жүрген қаздар анау жайылып бара жатқан қой сияқты. Ол ең бірінші шыққан қаздар ғой. Міне қаздың қасиеті кәдімгі қой сияқты жайылады екен. Оларға үйрек сияқты құрт құмырсқа, бақа шаян, тышқан жемейді екен. Мынау таза ғой. Қаз деген бір таза нәрсе екен ғой. Тап таза міне кетіп бара жатыр жайылып, рахаттанып. Судың жағасында рахат. Адып шығарғанда таңертең. Мына көлшікке кеп, бәрі бір сүңгіп ап, малтап, рахаттанып барады, қуаласып. Соны ақырын шығып, жайылып, өрлей бастайды жоғары қарай. Өсіп өрлеп, ақырын кете береді. Әне жайылып бара жатыр жоғары қарай. Жайыла береді. Анау басқа дем барады. Мына су салып тастағанбыз мына арнаға. Су түскен жердің бәрі жап-жасыл өсіп кетеді. Жайылатын өздері орындары ғой міне. Оларға көрсетіп қойса болды екен, жайылып жүре береді. Сол құрметті ағайындар. Мына қаз деген ең жақсы нәрсе. Адам баласын көңілдендіреді. Барлық стресsin бәрі кетіп қалады екен міне. Қазды таңертең шығарып, қуалап жүресіз ғой. Соны стресsin бәрі кетіп, ойдың бәрі түзеліп, рахаттанады екен адам баласы. Энергия береді екен, турасын айтқанда. Адам баласына. Мына біреу ақ қаздарыңыз мияның ішінде судағы жайылып тұр. Рахаттанып өз алдында имене жүріп жатыр. Ішіп жейді ғой судан. Сол құрметті ағайындар. Міне көбінесе бір қарап отырсам, бақылап жүрсем, міне баладарыңызды осындай үйреткен дұрыс екен жалпы. Ана баладарыңызға кешке дейін телефон беріп, миын ашытқанша, көзін ауыртқанша, осындай қаз асырап, баладарды бизнеске үйреткен дұрыс екен. Кішкене баладан бастап, жүре алатын баладан бастап, үлкен баладарға дейін осыны үйрету керек дегенде. Біріншіден, бизнестің жолы бұл, келешек өздерінің. Өміріне керек қой, қажет. Әр нәрсені айтқан кезде, қаз бағасын, бұл ақша да болады, тамақ та болады. Соны пайдалану керек. Баладарға үйрету керек, кішкентай баладарға. Баладардың бәріне, кішкене болсын, үлкен болсын, мынау сендердің келешектерің, жаздай бағындар, күзді күні міне сатып, ақша да болады, киім де болады, тамақ та болады деген сияқты. Бизнестің бастамасы ғой, просто үйрету. Баладарға үйрету керек. Соны құрметті ағайындар, жақсы нәрсе екен. Просто өзім бақылап жүрм, көріп жүрм деген сияқты. Осы қызық нәрсе. Осындай су қоймасын жасап қою керек екен котлованды. Болды. Судың жағасына. Міне біздің үйіміз судың қасында, ыңғайлы жерде ғой. Әне аспанымыз көк дөңгек, ашық, тап таза. Таңертең тұрғанда сап салқын ауа деген. Сап салқын. Ана сауыртауымыз әне қарап, соған қарап әшін деген бір рахаттанасың. Сол құрметті ағайындар. Осындай шаруаны іске асырып пайдаланыңыздар. Пайдаланып үйреніңіздер. Баладарыңызды үйретіңіздер. Қызық бұл, қызық.
Endi jim bolsa boldu. Tаңертең чыкканда суга чыгарып жиберемиz. Отурне. Одан кейін где-то 8:30-9-да өзі қақпаның алдына келеді. Себебі жем сап қоямыз, кесек бидайы бар, арпасы бар. Арпа емес, арпаның тартқаны бар. Комбикорм дейді ғой. Соны араластырып сақ қояды. Уақытында келеді. Одан кейін сағат 2-3-ге дейін жатады, өздері дем алып. Тәртіп военный, өздерінің неменесі сондай мықты екен өздерінің режимдары. Соны сағат 3-тен бастап тағы шығарады, кешкі сағат 8-ге дейін жайылады. 8-ге дейін жайылады, өздері тағы да келеді, жиналып бәрі. Тағы да бидайы тартқан комбикорм тұрады суымен. Соны жатып демалады. Сонда мынада қауын сияқты өседі екен. Қаздар бар ғой, қауын сияқты өсіп. Өз ішіне бір қаз бар өзі, міне адам қасынан шықпайды өзі. Білмеймін, адамдарға жақын. Әне судың ішіне шөпті көрдіңіздер, қалай жайылатыны. Басын тығып. Қаз деген жақсы екен, керемет. Бала кезімізде асырушы едік. Біздікі ары кетсе бір 50 қаз асырайтынбыз. Балапандарды өз басып шығарады ғой, қаздар. Соның өзі талай шаруа болатын. Рахаттанып тұр. Жақсы, хорошо деп қояды. Судың ішіне шөп жеп. Түстері өткір болады, мына чортан балықтың тісі сияқты. Шүкір болады. Тістегенде тұра ине табылған сияқты болады. Сол құрметті ағайындар. Аман есен болыңыздар. Өстіп балаларыңызға үйретіңіздер, өздеріңізде асырап кішкене жүгіріп жүрсеңіздер, адамда баласы көп жүретін болса, дегенде қан үймейді, давление көтерілмейді. Адам баласы көбінесе кәртейгенде пенсияға шық деп жата береді, жатпау керек, вообще жатпау керек. Ал аман есен болыңыздар, көріңіздер. Сау саламатта болыңыздар, өстіп асырап байыңыздар, қуанышқа бөліңіздер.